Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен жұмсақ болып шығатын дәмді пирог дайындайтын боламыз. Айранмен жасалынатын. Менімен бірге жасаңыздар, осындай үлкен көлемде жасаймыз. Алдымен жұмыртқаға қантымызды қосып, әбден шайқап аламыз. Миксердің қажеті жоқ. Сосын оған сұйық май, айран қосып, тағы да араластырамыз. Електен өткізілген ұнға қопсытқыш салып, араластырып, 2-3 рет бөліп массамызға сала отыра араластырамыз. Ұнды салған соң көп араластырып жіберудің қажеті жоқ. Біркелкі масса болғанша араластырсақ жетеді. Ұнның мөлшері төменде жазылғандай, дәл осы үлкен кесемен 1,5 кесеге тура келеді. Біздің массамыз дәл осындай қоймалжың массаға келу керек. Сұйық емес, не қатты қою болып кетпесін. Табамызды майлап алып, массамызды құямыз. Бетіне қалауыңызша грек жаңғағын себуіңізге болады. Қаншалықты көп салсаңыз, өте дәмді шығады. Дәл осылай майдалап салып шығамыз. Қызып тұрған пеште пешіңіздің ыңғайына қарай 180 градуста 45 минут 1 сағат шамасында пісіріп аламыз. Әбден суыған соң бетіне сахарный пудра сеуіп, кесіп дастарханға ұсынуыңызға болады. Пирогымыз осындай өте дәмді болып, күшті болып көтеріледі. Жұмсақ, міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған үмиді, астарыңыз дәмді болсын, шайларыңыз тәтті болсын.